Армысыздар, әңгіме жинағы каналының көрермендері. Сонымен әңгімемізді бастайық. Бұл әңгімені бастамас бұрын ұзақ ойландым. Жүрегіме өте ауыр тиді. Дегенмен мына заманда өз жатырына шыққан тәп-тәтті балапандарын көшедегі қоқысқа тастап кеткендеріне әбден етіміз үйренді. Енді бірі түсік жасатып, енді ғана жүрегі соққан періштені бөлшектеп өлтіргенін айтпасам да білерсіздер. Бұл өмірде осындай күнәні істейтін киесі болады. Осы оқиғаны оқып отқан аналар, әлден өз қызыңызға қолдау білдіріп, сырласқаныңыз абзал. Бұл біздің қоғамның шешімі жоқ, жойылмайтын дерті. Жап-жас бойжеткен кезім. Қаланың қарапайым қызымын. Орта мектепті бітіріп, оқуға түсе алмай, жылап алғаным рас. Есімді жиып, бос жүрмей, қалалық перзентханада еден жуушы болып жұмысқа кірдім. Ондағы кішкентай сәбидің іңгәлаған дауыстарына еріксіз құлақ түріп, өз жұмысымды жасап жүре бердім. Перзентхана, тәп-тәтті сәбилердің жылаған дауыстары. Бірі жыласа, екінші сәби де қосарланып жылайды. Бірі анасының сүтін еміреніп тояттаса, енді бірі дүниеге келе сала тірі жетім атанып, ана сүтіне жарымай шырылдаған сәбиге медбикелер әбден үйренген. Арада бір жылда өте шықты. Жұмыстағы әріптестеріме қатты бауыр басып қалдым. Негізімен көп балалы отбасында дүниеге келдім. Үйдің 10-шы перзентімін. Ата-анам, бауырларым бар. Өте қарапайым отбасы едік. Әкем мұнайшы десе де, өз қажетімді алып отырамын деп жұмыс жасап жүргенім осы. Сол бір жылдан соң медколледжге оқуға тапсырдым. Басқа қалада тұратын әпкемнің қызы біздің үйге жатып оқуға келді. Мен оқуға қабылданып, әрі түнгі кезекшілік жұмысқа шығып, күндіз оқу, солай студенттік өмір басталды. Бір күні демалыста әпкем тұратын қалаға баратын болып, бөлем екеуміз жолға шықтық. Ол қалаға барғасын кешке көшеде қыдырып жүргенде жаныма жақындаған қымбат көлік айдаған мұнайгазда жұмыс жасайтын Дәурен деген жігіт жанымызға тоқтады. Сыпайы сөздерімен өзін таныстырғанда, мен оның есімін жүрегіме сақтап алдым. Дәурен, сымбатты, түрі де келіскен. Мен ешқандай жігітпен араласпағасын, ол жігіттің алдында ұялып, үнсіз тұра бердім. Сол кештен соң әлі Дәурен ойымнан шықпай жүрді. Мен ұялып, үнсіз тұрғасын, ол жігіт те менің номерімді сұрауға жүрексінген болу керек. Солай, мен өз қалама қайттым. Әдеттегідей жұмысымды кезекшілікте жүрмін. Арасында Дәуренді ойлап қоямын. Тағы да жолым түсіп әпкем тұратын қалаға барғанда Дәуренмен жақын танысып келдім. Дәурен әпкемнің үй жағында тұратын. Ол менің үй телефон номерімді және мекен жайымды бөлімнен алған екен. Бір күні сабақтан келіп, түнгі кезекшілікке жиналып, жұмысқа асығыс киініп жатсам, Дәурен есік алдында көлігімен тұр. Оны көрген менің жүрегім тас төбемнен шықты. Бұрын маған олай ешқашан жігіт келмеген. Асыға сыртқа шығып оған қарай жақындадым. Ол болса жинақталып, әдемі көлігінде күтіп отыр. Сәлем сұлу қыз, жұмысыңа жеткізіп салайын деген соң көлігіне жайғастым. Жұмысыма жеткізген соң жай қоштасып кетіп қалды. Көлікте артық сөз болмады. Мен әлі ұялып жүрмін. Содан кейін күнде телефон шалады. Енді ғана сөйлесіп, араласып келеміз. Екеуміз де
бір-бірімізді ұнатамыз. Бірақ оның маған айтуға батылы жетпейді. Мен де бірінші болып сезімімді жеткізуді намыс көрдім. Негізі Дәурен аэропортқа көп келеді. Бастықтың жүргізушісі болып жұмыс жасайды екен. Бастығын күтіп алу, шығарып салу оның жұмысы. Сол себепті мен тұратын қалаға жиі келеді. Солай жиі көрісіп жүрдік. Бір күні жұмыста отырсам, телефон шырылдап, жұмысқа келіп тұрғанын айтты. Асығып жүріп, бетімді әрлеп, халатымды жөндеп, сыртқа мусор төгемін деп шықтым. Дәурен мені бір құшақ гүлімен күтіп тұр. Маған қыз бен жігіт болып жүрейік деп ұсыныс жасауға келген екен. Іштей қуанып барамын. Сәл назданып, ойланайын деп жұмыс орныма кете бардым. Ол болса, 3 күннен соң қалаға келетінін айттым. 3 күнде өтті. Үй жақтағы дүкеннен үй телефонына қоңырау соғылды. Тұтқан алсам, Дәурен екен. Асыға киініп сыртқа шықсам, бір топ досымен келген. Алдағы жаңа жылдық кешке шақырып тұр. Сол күні біраз қыдырып, қоштасып өз қаласына кетіп қалды. Күн санап, жаңа жылға санаулы күндер қалды. Мен үйдегілерден сұранып, бөлем екеуміз жаңа жылды Дәурен тұратын қалаға қарсы алуға бардық. Біз келсек, кеш басталып жатыр екен. Өте жақсы кеш болды. Қайтарда мені шығарып салған Дәуреннің жібергісі жоқ. Ұзақ жібермей көлікте отырдық. Мені қатты сүйетінін айтып, біраз сырласқанымыз әлі есімде. Өз қалама қайтар уақытта Дәуреннің өткендегі ұсынысына иә деп жауап бердім. Мені көтеріп алып, балаша қуанды. Мені қатты жақсы көрді. Мен де оны алғаш көргеннен ұнатқан едім. Күндер өтіп жатыр. Бір-бірімізге бауыр басып, 1 жылдай жүрдік. Кейін бір отырыстан кейін екеумізге сезім беріліп, мен пәктігімді сыйладым. Сол бір күннен соң аяғым ауырлады. Ешкім ештеңе білмей тұрғанда, Дәурен екеуміз той қамына кірістік. Бірақ екеуміздің де ата-анамыз қарсы болды. Мен шарасыздан әпкеме аяғымның ауыр екенін айтып, анама айта алмадым. Батылым жетпеді. Анам болса, тұрмысқа шықпайсың деп ұрысты. Сөйтсем анам Дәуреннің ажырасқан баласы бар екенін біледі екен. Осы уақытқа дейін мен ол жайлы тіпті білмеппін. Ешкім ештеңе айтпады. Дәуреннің анасы болса, отбасыңа қайта қосыл. Балаларыңды ойла. 2 рет үйленуге батамды бермеймін деп, анасы мен келін етуге қарсы болған. Бәрінен де мен қиналып, не істерімді білмей жылай бердім. Жүктілігімді ешкімге айта алмай көп қиналдым. Бұрын үйленген болса да Дәуренді қатты сүйдім. Жүрегім жарылып кетердей ауырды. Әрі ішімдегі бейкүнә сәбиді де қимаймын. Менің сырымды білетін әпкем мені дәрігерге апарып, баланы алдырып тастадық. Содан кейін менің өмірімнің мән мағынасы жоқ күндерім өте берді. Дәурен мен аналарымыз тыныш талғасын қайта кездестік. Өйткені мен онсыз өмір сүре алмайтындаймын. Шыны керек, сүйгендіктен Дәуреннің үйленгеніне де көз жұмып қарадым. Екеуміз бір-бірімізді шын сүйдік. Бұл ғашықтық дертінен аяқ алмадым. Дәурен өз отбасына қосылмайтынын, тек менімен болатынын айтты. Арада 2 жыл өтіп, мені үйіне келін етіп алып барды. Бәрі қарсы болғанымен артынан басылып той болды. Екеуміз бақытты болдық. Менің тағы аяғым ауырлап бала көтердім. Күнім жетпей, қыз баланы шала босанып, ауруханада жаттым. Бір кездегі бейкүнә сәбиімнің киесі ме, нәрестем көп ұзамай шетінеп кетті.
мен тағы күйзеліске түстім. Бұл отбасы басындағы мені жақтырмаған. Енем келген күннен бастап Дәурен екеуміздің арамызға от салып отырды. Әпкелер де тұрмыс құрмаған. Бәріміз бір үйде тұрамыз. Мен оқуымның 3-ші курсын осы қалаға ауыстырдым. Күндіз оқудан келе сала бар тірлікті жасасам да ешкімге жақпаймын. Бұл үйдің берекеті жоқ. Күндегі ұрыс Дәурен екеумізге кері әсерін тигізеді. Ол ішкілікке көп салынатын, жұмысқа бармай қалатын болды. Баламыз жоқ, арпалысқан өмір. Мәні жоқ, мағынасы жоқ. Менің солай жүргенімде анам естіген. Ешкімнің сөзіне қарамай, берекеті жоқ үйден саған өмір жоқ. Қашанғы қор болып жүре бересің. Енді ол үйге аяқ баспайсың деп мені сүйерелей ол үйден алып кетті. Бір сөзбен айтқанда, жолдасым араққа салынып кеткенде біраз емдетіп едім. Бәрібір болмады. Мені ұратынды шығарды. Кім көрінгеннен қызғанады. Бұл сынаққа шыдадым, қиындыққа төздім. Мені анам алып кеткенде қиын болды. Тағы күйзеліске түсіп, бір апта төсек тартып жаттым. Жаным ауырды. Мен ол үйден кеткен соң анасы Дәуренге өз отбасына қосайын дегенде бұл көнбеген. Мені анам алып бара жатқанда үндемеген енем қуанып тұрды. Мені енем менсінбеген сияқты. Арада күндер өтіп, дипломды алып, баяғы перзентханаға барып, медбике қызметінде жүрдім. Сол жұмыста жүргенде бір жігітпен таныстым. Отбасынан ажырасқан 2 баласы бар. Балалары анасымен кеткен. Ол жігітпен ұзақ жүрмей, бір отбасы болуға келісім бердім. Өйткені жалғыздықтан күйзелістен шаршап кеткен кезім. Айтпақшы, Дәурен үйге мені жиі іздеп келетін. Анам мені Дәуренге қайта қосылуға жібермеді. Анам шарт қойды. Егер Дәуренмен кетсең, мені өмір бақи көрмейсің. Сендей қызым бар екенін ұмытамын, деді. Анамның сөзінен аса алмай, еріксіз Дәуренмен бір болудан бас тарттым. 2-ші рет тұрмысқа шыққасын бала көтеріп босандым. Ол бала аурушаң болды. 11 жасында Алла менен тағы алып кетті. Мен үшін ең қиын сәт еді. Тағы да баламнан айырылдым. Әрбір ананың жүрегін жаралайтын қиын сәт. Қайғырумен әр күнім өтіп жатты. 2-ші жолдасым жақсы адам. Ада енем бар. Шүкір бәрі жақсы жандар. Өткен бір қателігімнің кесірінен әр жыл сайын туған балаларымды жер қойнауына беріп отырдым. Осыдан кейін менің жағдайымды елестетудің өзі қиын. Жан-жарамды түсінген 2-ші күйеуім бала асырап алуды ұсыныс айтты. Қазіргі таңда асырап алған 10 жастағы қызым мен 4 жастағы ұлым бар. Тәп-тәтті, Аллаға шүкір. Менің айтайын дегенім, жас кезіндегі қателігімнен біраз азап шектім. Дәрігерлер енді бала туа алмайтынымды айтқанда жаман қиналдым. Шын сүйгеннің өтеуі мен үшін қымбат болды. Мен сол перзентханада, сол бөлімшеде аға медбике қызметінде әлі де жасаймын. Бәрі жақсы. Тек перзенттерім қара жердің құшағында жатқаны өзегімді өртеді. Алғашқы махаббатым Дәурен ана өмірге кеткелі жылдан асты. Бірінші әйелімен кеткен баласы ер азамат болып, әкесін жерлеп, өз міндетін атқарыпты. Мен бара алмай, іштей жылап қоштастым. Ақтық сапарына бара алмадым. Жастарға айтпағым, мен сияқты сорлап жапа шегіп қалмасын деген оймен өткен өмірімді жаздым. Бейкүнә сәбидің киесіне қалмаңыздаршы. Осы әңгімеден сәл де болса сабақ алса деген оймен жан сырымды ақтардым.